Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, тары қосылған, қазір хит болып жатқан чизкейктің рецептін ұсынамын. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар бірінші кезекте осылай тарымызды 5-6 рет жуып аламыз. Содан соң үстіне шекерімізді салып, қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Ендігі кезекте жент дайындаймыз. Ол үшін талған үстіне шекерімізді саламыз. Содан соң езілген печеньемізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне мед, ерітілген майымызды салып, жентімізді дайындап аламыз. Сгущенка салсаңыздар да болады. Менде сгущенка болмағандықтан осылай тек қана майға дайындадым. Бірақ дәмі өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Міне осымен жентіміз дайын. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Творожный сыр және де қаймақ саламыз. Қаймақ міндетті түрде салыңыздар. Чизкейгіміз өте жұмсақ, әдемі болып шығу үшін қаймақ саламыз. Үстіне шекер саламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Мен осылай венчиктің көмегімен араластырып алдым. Өз қалауларыңыз. Қаймақ салсаңыздар, чизкейк жұмсақ болады. Көбісі чизкейкке тек творожный сыр салады да, сол себептен қатты болып шығады. Қаймақ салсаңыздар, жұмсақ, приятный болып шығады. Қаймақты міндетті түрде салыңыздар. Содан соң 4 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне крахмал саламыз. Крахмалды араластырып болғаннан соң сливки құямыз. Сливки құйғаннан кейін кішкене араластырсақ жетеді. Көп қозғаудың керегі жоқ. Міне енді үстіне тарымызды саламыз. Міне тарымыздың осылай жаңағыдегі қалған сүтті төгіп тастаймыз. Содан соң тарымызды үстіне салып араластырып жібереміз. Міне осымен салмасы да дайын. Енді жаңа жентімізді формамызға жайғастырамыз. Мен форманы 23 диаметрде жасадым. Егерде сіздерге үлкендеу жасайтын болсаңыздар, рецепті көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Осылай стаканның көмегімен жақсылап жайғастырып шығамыз.
жентіміздің жарты бөлігін астына кетті. Енді жарты бөлігін жанына бортик жасауға алып қалған болатынбыз. Енді сол бортигін шығарамыз. Міне осылай шет-шетін тегістеп аламыз бірдей етіп. Міне осымен салмасын құйып печкаға жібереміз. Печканы алдын ала қыздырып қоясыздар. 180-190 градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін сразу шығарып, салқын жерге қойып қоямыз. Міндетті түрде бір түн тұру керек холодильникте. Содан соң барып кессеңіздер болады. Үстіне мен ақ шоколадты ертіп құйдым. Құйсаңыздар да, құймасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Осымен чизкейк дайын, ас болсын.